Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары. Әдебиеттік оқу пәні 94-ші сабақ. Шәкәрім Құдайбердіұлы «Бостандық таңы» атты. Есінде бұрынғы Семей, қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келген. Шәкәрім Абайдың немере інісі, яғни оның әкесі Құдайберді Құнанбай қажының Күнке деген бәйбішесінен туған. Данабайдың атадан 6, анадан 4 дегендегі аталас ағасының бірі осы Құдайберді. Құдайберді ақын жыраулардың өлең толғауларын, көне қисса дастандарды жатқа айтатын кісі болған деседі. Ақынның анасы Дәметкенде араб, парсы, түрік тілдерін білген. Бірақ тағдырдың жазуымен Құдайберді бар жоғы 36 жасында дүние салып, Шәкәрім 7 жасында әкеден жетім қалады. 5 жасынан молдалдың көріп, сауат ашқан, табиғатынан зерек Шәкәрім атасы Құнанбай қажының бауырында өсіп ер жетіп, немере ағасы Абайдың тәлім тәрбиесін көреді. Шәкәрім шығармашылығын өз сан салалы, өте ауқымды, тіршіліктің бар құбылысын қамтып өтті Шәкәрім. Атасының арқасында еш нәрседен таршылық көрмей, саятшылық құрып, ән мен жырға құмар болып өскен Шәкәрім домбыра, гармон секілді музыка аспаптарында да ойнауды шебер меңгереді. Бірақ кемеңгер Абайдың өлеңдерімен сусындап өскен Шәкәрім жан азығына айналар ғибратты сөз өнерінен іздейді. Ақын бұл жайларды өзінің «Мұтылғанның өмірі» атты ғұмырнамалық өлеңінде де баяндайды. Айналасында болып жатқан жайларды ғана емес, ғалам жаратылысының сырын сөзбен өрнектеуге ұмтылған інісінің талантының ұшталып, ақын болып қалыптасуына Абайдың зор ықпалы болды. Әкеміздің бір шешесінен туған Ибрахим мырзаны қазақ ішінде Абай деп атайды. Сол кісі мұсылманша һәм орысша ғылымға жүйрік, һәм Алланың берген ақылы да бұл қазақтан бөлек, дана кісі. Ер жеткен соң сол кісіден тағлым алып, әртүрлі кітаптарын оқып, насихат тыңдап, аз ғана ғылымның сәулесін сездім. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шәкәрім өз өлеңдерінде 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамында болып жатқан өзгерістерге азаматтық, ақындық үнін қосты. Ол қазақ қоғамының рухани өсуіне көмектесуді, жастарды ғылым, білім, өнерге баулуды мұратты. Қазақтың қамыққан көңілінде жұбаныш болар дүниені өлеңмен өрген ақын «Кел жастар, біз бір түрлі жол табалық» атты туындысында жастарды Абайдан, оның өлеңдерінен өнеге алуға шақырса, ызақорлар, құмарлық, сән қойлар атты өлеңдерінде адам бойындағы жасандылық пен жағымсыз мінездерді өткір сынғалады. Ел арасында Кеудесінде таулардың кемесінде арманның, жалау етіп өрлікті, еске кетіп ерлікті, есіп келе жатырмын. Кейде күнмін теңесем, таласып күнмен менесем, гүл теремін жерімнен, бірге туған еліммен өсіп келе жатырмын. Сұрақтар: Шәкәрім Құдайбердіұлы қай жылы, қай жерде дүниеге келді? Өлеңдері туралы не білдіңдер? Өмірде не үшін өтті? Балалар, 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Тәуелсіздік дегенді қалай түсінеміз? Тәуелсіздік еркіндік. Тәуелсіздік біздің жеріміз, егемен еліміз, азаттығымыз, туымыз, ел таңбамыз, әнұранымыз, бостандығымыз, елбасымыз, отанымыз. Ол біздің тәуелсіздігіміз. Поэзия минуты. Бостандық таң атты. Өлеңін мәнерлеп оқу. Бостандық таң атты. Бостандық таң атты, қазағым көріңдер, арғы ие басшының соңынан еріңдер. Таң аттынан ақиқат күн шығады, еріншек жалқаулық әдеттен безіңдер. Арамдық, аразды түбімен жойыңдар, өтірік өсекті бір жола қойыңдар. Намыс жігер бойыңа жиып қайрат, қажымай адалдық жағында болыңдар. Бірлікпен талапты еңбекке салыңдар, өнерлі елдерден өнеге алыңдар. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Балалар, сендерге тапсырма бостандық сөзінен жаңа сөздер шығару. Балалар, жақсы әдеттер, жаман әдеттер туралы жазсақ, кәне бірге отырып оқи қояйық.
жақсы әдеттер намыс, жігер, адалдық, бірлік, талап, еңбекқорлық, өнерлі. Жаман әдеттер еріншек, жалқаулық, арамдық, араз, өтірік, өсек. Бұл бізде жаман әдеттер. Оқушылар, жақсы әдеттерімізді бойымызға сіңіріп, жаман әдеттерден аулақ болайық. Балалар, ойлаудың 6 қалпағы. Мен сендерге қазір қалпақтар, қызыл қалпақ, сары қалпақ, ақ қалпақ, қара қалпақ деп сендердің ат жөндеріңді айтамын. Сендер сол мен қойған сұрақтарға жауап іздеп отырасыңдар. Қызыл қалпақ, өлеңнен алған әсеріңді әңгімелеп бересің. Сары қалпақ, өлеңдегі жақсы қасиеттерді атап, олар туралы әңгімелейсің. Ақ қалпақ, ойыңа не түйдің, соны айтасың. Қара қалпақ, өлеңдегі жаман әдеттерді тауып, олар туралы түсінік бер. Үйге тапсырма, өлеңді мәнерлеп оқып келу.